Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен қаламмен жазамын». Бүгінгі сабақта хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдайсың, түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен жіктік, септік жалғауларын ауызша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Жаз, қи, өшір, сурет сал, сыз. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Мынау қалам, сызғыш, қайшы, қарындаш, өшіргіш. Мынау қалам, мен қаламмен жазамын. Мынау сызғыш, мен сызғышпен сызамын. Мен өшіргішпен өшіремін. Мен қарындашпен сурет саламын. Мен қайшымен қиямын. Есте сақта, оқушылар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін есімізде сақтайық. Жаз, қи, сыз, өшір, сурет сал. Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Сен не істейсің? Оқушылар, берілген сұраққа кесте арқылы толықтырып жауап айт. Іске сәт. Берілген кесте арқылы сұраққа қалай толықтырып жауап бердік? Бірге тексерейік. Сен не істейсің? Мен қайшымен қиямын. Мен қаламмен жазамын. Мен сызғышпен сызамын. Мен өшіргішпен өшіремін. Мен қарындашпен сурет саламын. Оқушылар, сендердің де толықтырып айтқан сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Суретке қара, ойлан, толықтырып айт. Оқушылар, іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Мен қаламмен жазамын. Мен сызғышпен сызамын. Мен өшіргішпен өшіремін. Мен қайшымен қиямын. Мен қарындашпен сурет саламын. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Тыңда, үлгі бойынша сөйлес. Бұл не? Бұл қалам. Сен қаламмен не істейсің? Мен қаламмен жазамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдадың, түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен жіктік, септік жалғауларын ауызша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйде бірінші жұмыс дәптерінің 17-ші бетіндегі бірінші, екінші, үшінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.